мұғалімі Мұңалбаева Жазира Рымқабыловна. Менің өткізетін ашық сабағым физика пәнінен тізбек бөлігіне арналған оң заңы деп аталады. Балалар, бәріміз шарттық шеңберге тұрайық. Мен саған тілерім деген шарттық шеңберден бастайық. Мен саған сәттілік тілеймін. Мен саған осы сабақта өзің жақсы көрсетуіңе тілектеспін. Мен саған тілерім осы сабақта дұрыстап түсінуіңе Ал қағаз туындыларыңды ортаға қойыңдар. Осының ішіне, бұлттардың ішіне қанша физикалық құралдарды білесіңдер, соның бәрін бұлттың ішіне жазсыңдар. Қысқыштар, кернеу, амперметр, қыздырушама, қосылған сымдардың түйісу, оң заңы, қосылмаған сымдардың түйісу, батарея, формула системасына жаратудың генератор, батарея, вольтметр, амперметр, электр қоңырауы, кілт, 10 шамалық резистор, қыздыру шамы, реостат, тоқ көзі, гальванометр. вольтметр, амперметр, электрлік қоңырау, кілт, 10 шамалы резистор, қыздыру шамы, Тоқ көзі, тоқ көзі, жақсы. Ал енді балалар, осы құралдардың шартты белгілерін тақтаға шығып белгілейміз. Әр топтан бір оқушы шықсын тағы да. Енді жаңағы басқа оқушылар шығады. Қалғанымыз тексеріп отырамыз, дұрыс сызып жатырма жоқта. Ал Мәркиядан бастайық. Атап бере қойшы, қандай құралдарды сен сыздің? амперметр, вольтметр, аккумулятор, қыздырғыш шам. Шамды қалай белгілейміз? Дөңгелекшенің ішінде Қосылмаған өткізгіш сымдардың түйісу, қосылған өткізгіш сымдардың түйісу, кедергі, генератор. Енді барлығымыз бір компьютерға отырып, тест тапсырамыз. Үй жұмысы бойынша 5 сұрақтан тест орындаймыз. Мен қырып бал. Қарай, қайыны? Мөлдір? Антын толғы болу үшін қанша шарт орындау? 3 шарт орындау керек. Бірінші ол өткізгіште міндетті түрде қандай бөлшектер қозғалыста болу керек? Бірдей тізбектеріне асу керек, олар бір жаққа қаратты. Электрондар деген бөлшектер қозғалыста болу керек, электрондар қозғалысқа түсу үшін қандай өріс қажет? Электр өрісі қажет. Ал электр өрісі болу үшін тоқ көзі керек. Тоқ көздері қажет. Демек, 3 шарт орындау. 3 деген белгіледік қой. Қанша бала белгіледі 3 дегенді? Мен Мұна құрал, яғни білесіңдер амперметр. Бұны орыс тілінде де амперметр дейміз, ағылшын тілінде амметр. Ал енді балалар, қазір мен мына тұрған құралдарды ретмен бір-бірден алып тастаймын. Сендер сол ретті бұзбай айта беру керексіңдер. Түсінікті ғой, ағылшын тілінде. Ал бірінші бастайық. Амметр, вольтметр, резистор, current, voltage, resistance, ohms. Қайтадан айтылаймыз. Амметр. Тақ деп аталады. Яғни мен сендерге қазір суреттер берем. Мысалы, электр шамы, немесе тоқ көзі, немесе тағы да бір құралды беремін. Сендер бір сөз, екі сөз